Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай подсотный жалпы орта білім беретін мектебінде 3-ші қабатта ұлттық ойындар алаңы жасақталынды. Мақсаты қазақтың ұлттық ойындары асық ату, бес асық, 9 құмалақ, қол күресі ойындар арқылы ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып, туған елге, жерге, өз отанына деген сүйіспеншілікті дамыту. Мектеп жасындағы оқушыларды ұлттық ойындар арқылы ұлттық құндылықтарды сақтауға баулу, салауатты өмір салтын насихаттау, рухани жігерлікке, адамгершілікке, патриоттыққа тәрбиелеу болып табылады. Ұлттық ойын ұлт қазынасы, құнды мұрасы. Ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын-сауықтардың бір түрі. Оның бастауы тым тереңде, ғасырлар қойнауында. Ұлттық ойындарды тұрақты ойната отырып, балалардың есте сақтау қабілеттерін, ойын кезінде саусақ қол моторикасын дамыту бастауыш сынып оқушылар үшін маңызы зор. Мысалы, осы күнге дейін мәнсіз жоймаған асық ойыны кез келген сүйек емес, малдың асықтарын алған. Бес тас ойынында да кез келген тастар емес, ұстауға ыңғайлы домалақ тастар пайдаланған. Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев ойын ойнап, ән салмай, өсер бала болар ма деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Шындығына келсек, адамның өмір сүруінде қазақтың ұлттық ойындарының атқаратын маңызы ерекше. Басқаны былай қойғанда, әр ұлттық ойын оған қатысушыны өмір сүруге бейімдеп қана қоймай, қиындықтан қорықпай, қарсы тұра білуге үйретеді. Бүгінгі күн талабы баланың ақыл ойын дамытып, заман талабына сай етіп, жүйрік етіп тәрбиелеу. Қазақтың ұлттық ойындары бабаларымыздан қалған асыл қазына, сондықтан халықтық мұраны үйренудің әрі күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуде орасан пайдасы тимек. Ойын әр баланың алдынан өмірдің жарқын сәттерін ашып, жеке қасиеттерімен біте қайнасып, әр қарай дамуымен ұштасады. Бұл дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті. Осы арқылы балалық балдәурен шақта өзін қоршаған орта туралы түсінігі мен дүниетанымын қалыптастырады. Ойын дегеніміз білуге, білімге құштарлықты ұшқындататын құрал. Міне мұның бәрі баланың көңілін ашатын, оны ойдан ойға жетелейтін, адамға қиялмен қанат қақтыратын ғажап ақыл ой жетекшісі, денсаулық кепілі.